Абай Құнанбаев 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілім. Не көрсе соған талпынып, жалты-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырына керней болса, дауысына ұмтылып, онан ежеп кірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйреді, үйтеді, бұл неге бүйтеді деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары болса, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Абай Құнанбаев, слово 7. Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна. Это потребность в плоти. Без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Другое – тяга к познанию. Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке. Встрепенется, услышав звуки дудки или свирели. Подросший бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши. Что это? Зачем это? Почему он так делает? Это уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться. Word 7. Born into this world and infant it two essential needs, the first and for meat, drink and sleep. These are the requirements of the flesh, without which the body cannot be the house of the soul and will not grow in health and strength. The other is a craving for contemplating. A baby will grasp and reach the colored objects, it will pat them in its mouth, taste them and press them against its cheek. It will start off the song of a pipe.